Біз енді Excel бағдарламасында маңызды диаграммаларды қалай құруға болатынымен таныстық. Тағы бір мәселе. Дәл қазір әрбір диаграмма бір жерде жылжымай тұр, және әрбір диаграмманың өлшемі бірдей болып көрінеді. Сонымен, біз диаграммаларды қалай жылжыту керектігін және диаграммалардың өлшемін қалай өзгерту керектігін қарастырамыз. Excel ұяшықтары сияқты диаграмманы да бір парақтағы әртүрлі орындарға жылжытуға болады. Ол үшін диаграмманы нұқыңыз. Сіз осы диаграмманың шеттерінде кішкентай шеңбердің пайда болғанын көресіз. Бұл диаграмманың таңдалғанын білдіреді, және диаграмманың үстінде жылжыту курсорының пайда болатынын көресіз. Содан кейін диаграмманы электрондық кестенің кез келген бөлігіне жылжытуға болады. Көріп отырғаныңыздай, жасалынған барлық диаграммалар бір-бірінің үстінде пайда болды. Сондықтан сіз оларды бір-бірінен алыстатуыңыз керек. Сондай-ақ диаграммаларды көшіру немесе кесу арқылы әртүрлі парақтарға жылжытуға болады. Кез келген диаграмманы тінтуірдің оң жақ түймешегімен нұқыңыз. Ctrl+C пернелер комбинациясын басып көшіріңіз. Келесі, мен жаңа парақ жасадым делік. Осында Ctrl+V пернелер комбинациясы арқылы көшірілген диаграмманы қойыңыз. Осылай менің диаграммам мүлдем басқа парақта пайда болады. Sales сату 2016 қойындысына оралыңыз. Менің бастапқы диаграммам әлі де орнында, өйткені мен жай ғана көшіру және қою темесін бастым. Диаграммаларды жылжытудың үшінші әдісі Excel бағдарламасында переместить диаграмму деп аталатын арнайы құрылғыны пайдалану. Диаграмманы басқаннан кейін Excel бағдарламасы диаграмма құралдары деп аталатын жаңа қойынды жасайды. Диаграмма құралдарының ішінде сізде конструктор және формат деген тағы екі қойынды бар. Конструктор темесін басыңыз, және конструктор қойындысының соңында переместить диаграмму деп аталатын опция бар. Переместить диаграмму темесін басыңыз, енді сізде екі нұсқа бар. На имеющемся листе деген диаграмманы дайын параққа көшіру. Мына жерде ашылмалы мәзір. Сол диаграмманы қай параққа кіргізгіңіз келетінін сұрайды. Сонымен мен Order Priority таңдадым делік. OK темесін басыңыз. Ал дөңгелек диаграмма енді басқа параққа көшті. Көріп отырғаныңыздай, болдырмау белгішесі енді ерекшеленбейді, яғни жұмыс жасамайды. Өйткені Excel бағдарламасы сізге диаграмманы жылжытқаннан кейін жою мүмкін емес екенін айтады. Сонымен сол диаграмманы бастапқы параққа қайта жылжытайық. Диаграмманы нұқыңыз, конструктор қойындысын нұқыңыз. Переместить диаграмму темесін басып, 2016 жылы сату парағын таңдап, OK темесін басыңыз. Диаграмманы жылжыту құралының екінші бір нұсқасы бар, соны қарастырайық. Диаграмманы нұқыңыз, переместить диаграмма құралын басып, енді на отдельном листе батырмасын басып, OK-ді басыңыз. Бұл Excel бағдарламасында диаграмма парағы деп атайды. Сіз осы парақты қалаған атаумен ауыстыра аласыз. Мен Аня Джан 2016 деп теремін. OK темесін басыңыз. Диаграмма парағы сөзбе-сөз айтылғандай тек диаграмманы қамтитын парақ. Бұл принтерден басып шығару мақсаттары үшін өте жақсы. Принтерде басып шығарған кезде оның өлшемін өзгертудің қажеті жоқ, себебі диаграмма парағында тек диаграмма бар. Сату 2016 қойындысына оралайық. Көріп отырғаныңызда диаграмма енді толығымен жылжыды. Бұл қойындыда бұл диаграмманың көшірмесі жоқ. Бізде кейбір диаграммалар шынымен кішкентай көрінеді. Диаграмманың өлшемін қалай өзгертуге болады? Біздің баған диаграммамыздың мысалында қарастырайық. Диаграмманың өлшемін үлкейту немесе азайту үшін осы тұтқалардың кез келгенін сүйреуге болады. Тұтқаны басып сүйреңіз. Диаграмма қаншалықты үлкен болу керек? Бұл енді сіздің осы диаграмманы көрсеткелі отырған аудиторияңызға, сондай-ақ принтерден басып шығару мәселесіне байланысты. Мен осы парақты басып шығарғанда не болатынын көрейік. Разметка страницы қойындысына өтіңіз. Сетка тобындағы print басып шығару деген жерде қос белгісін қойыңыз. Бұл баған диаграммасы енді екі параққа басып шығарылады. Оны сіз бірінші және екінші парақты бөлетін үзік сызықтың орналасуына байланысты көре аласыз. Басып шығаратын парағымыздың ориентациясын өзгертейік. Ол үшін разметка страницы қойындысындағы ориентацияны басып, онда альбомный режимін таңдайық. Жарайды, енді біздің диаграмма сәл дұрысырақ тұрды. Алайда көріп отырғаныңыздай, диаграмма әлде де бір параққа толық сыймай тұр. Сондықтан біз диаграмманың өлшемін параққа сәйкес келетін етіп өзгертуіміз керек. Егер сіз бұл диаграмма тым қысқа деп ойласаңыз және сол диаграмманы басқа адамдарға әсерлік болатындай етіп кеңейткіңіз келсе, оны жаңа параққа толығымен жылжытып, өлшемін тиісті түрде өзгертсеңіз болады.